Күнделікті әрекеттеріңізді қалай жоспарлау керек? Қандай ерекшеліктер мен нюанстар бар? Бүгін мен осы сұрақтарға сіздерге жауап ұсынбақшымын. Армысыздар, сіздер Бекатөле YouTube арнасындасыздар. Менің есімім Бекнұр. Кеттік. Жоспар адамның өмірін тиянақты қылу үшін қажетті құрал. Жоспарлау арқылы сіз өз әрекеттеріңізді реттеп, өзіңіздің уақытыңыз бен энергияңызды тиімді пайдалануды үйренесіз. Мен қарапайым стикер қағаз бен қаламды қолданамын. Әр күн ұйқыға кетердің алдында шамамен 1-1,5 сағат бұрын келесі күнге жоспарымды жазамын. Мәселен, мен стикер қағазды алып, оның бас жағына күнді жазып, өз қолымды қойып, келесі пункттерді жазып қоямын. Бірінші, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас, яғни әр пункттің қасына бос квадрат сызып қоямын. Екінші, сабақ 9:00-ден 15:00-ге дейін. Бұл жерде мен жолға кететін уақытты да қосып есептедім. Үшінші, үй шаруалары. Мәселен, қоқыс төгу, үйге нан алу деген сияқты. Төртінші, үй тапсырмасын орындау. Бесінші, 1-2 сағат демалу. Алтыншы, ұйқыға кететін уақыт, яғни 23:00-ден 7:00-ге дейін. Не болмаса, әртүрлі уақыттарды жазып қойсаңыз болады. Егер де сіз жоспарлаған күні той, мерекелік шаралар болса, оны да жазып қоюға болады. Сонымен қатар 1-2 пунктты нөмірлеп бос қалдырып кетіңіз. Ол күні бойы болған кездейсоқ әрекеттер үшін қажет. Кешке қарай үйге келген кезде сол орындалған әрекеттерді жазып қоясыз. Міне осылай күнделікті әрекеттеріңізді қайталап отырыңыз. Сол кезде сіз уақытқа мол жауапкершілікпен қарап, ойыңыз бен энергияңызды тек қажет міндеттерді шешуге бағыттап, уақытты тиімді жұмсай аласыз. Және де видео соңында сіздерді келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Әр қайсыңызға денсаулық, бастамаларыңызға сәттілік, жұмыстарыңызға табыс, өмірлеріңізге қуаныш тілеймін. Бұл қысқа әрі пайдалы видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеліп қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мен алдағы мақсатым YouTube арнамдағы оқырмандар санын 100-ге жеткізу. Кәне достар, көмектесіп жіберіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған ауадай қажет.